Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге осындай өте дәмді шығатын таңғы ас дайындап көрсететін боламын. Ол үшін бізге батон наны қажет, қызыл балық, салатный лист, руккола, огурцы, помидор, авокадо және творожный сыр қажет болады. Достар, менде авокадо қатты піскен емес екен, қаттылау кішкене, бірақ осылай ашуға сәл қиындау болды. Но осылай қасықпен тазартып алдым. Негізі достар, авокадоны біз таңғы асқа қолданғанымыз өте пайдалы болады, өйткені авокадоның құрамында түрлі пайдалы майлар болады екен, және калий, магний, С витамин және В6 витамин болады екен. Және авокадо ол холестериннің дозасын азайтады екен. Сол себептен де таңғы асқа пайдалансақ, өте денсаулығымызға пайдалы болады. Достар, мінекей таңғы ас дайындаған кезде осылай турап алып, немесе вилкамен мұжып жаңағы батон нанымыздың үстіне жақсақ болады. Бірақ та мен видеода көрсетілгендей осылай батон нанымды алдымен сковородкамды қыздырып, оған сары майды кішкене жақтым да, екі жағын осылай қызартып қуырып алдым. Сол кезде өте қытырлап күшті болып тұрады. Осылай нанның бетіне творожный сырды жағамыз. Мен қатты қалың етпей жұқалап осылай жақтым. Достар, таңғы асты міндетті түрде осылай күшті етіп, витаминдерге толы етіп ішіп алған дұрыс. Алдымен ұйқыдан тұрғаннан кейін 1 стакан жылы суды ішіп, одан соң бір 20 минуттан кейін барып таңғы асты ішкен өте дұрыс болады. Ары қарай достар, мінекей творожный сырды жақтым, одан соң огурцыйды, помидорды, рукколаны қоямыз. Руккола дегеніміз достар, иммунитетті көтереді екен, гемоглобинді көтереді екен, және ол табиғи антисептик ретінде де қолданады екен, яғни вирус бактерияларға қарсы тұрады екен. Оны осылай таңғы асқа және салаттарға қолдансақ өте пайдалы болып келеді екен. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыз. Және мен осылай оңай жасалатын және дәмді болып шығатын тағамдардың рецептілермен бөлісетін боламын. Достар, және мен түсірген видеоларым, рецептілерім ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әрі қарай қыздар, осылай авокадоны қоямыз. Осылай қойып болғаннан кейін тағы үстіне қызыл балықты қойып, осылай өте дәмді және әдемі көрінетін осындай таңғы ас дайындадық. Қыздар, өздеріңіздің отбасыларыңызға, балаларыңызға осылай таңғы ас дайындап беріңіздер. Және бұл рецепттер өте оңай. Мен алдыда тағы да түрлі таңғы астың рецепттермен бөлісетін боламын. Ал мен үшінші батончигімді достар осылай пашот жұмыртқасымен дайындаймын. Алдымен творожный сырды жағамын. Да жаңағыдай қайталап осылай зелень қоямыз, огурцы, помидор қойдым және авокадо қойып үстіне пашот жұмыртқасын қойдым. Достар, пашот жұмыртқасын қалай дайындауын оны бөлек видеоға түсіретін шығармын, бірақ та айтып кетейін. Бірінші кәдімгі мешокқа кішкене май жағып жіберіп, соған жұмыртқамызды жарып, соның пленканың ішіне құямыз да, қайнап тұрған суға астын жай қойып, жұмыртқамызды салып, пакетімізді салып, сөйтіп 3 минуттай күтеміз. 3 минутта осылай біздің пашот жұмыртқамыз дайын болады. Оның сырты ақ болып піседі, ал іші жартылай шикі болып тұрады. Достар, ары қарай осылай үстіне бальзамический крем құямын. Дәмі ұнайды маған. Өте дәмді болып, нежный бір дәм береді.
осылай достар, мінекей жаңа айттым ғой, сырты ақ болады, іші осындай жартылай шикі болып тұрады деп жұмыртқаны, және өте дәмді болып шығады.